Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қоғам үшін өзекті мәселе тәрбие туралы сөз қозғаймыз. Тәрбие тал бесіктен басталады деген ұғым қазіргі қоғамда қалай көрініс тауып жатыр? Осы сұрақтар төңірегінде Георгиев Корто мектебінің директоры Садыкова Найля Мерекеновнамен сұхбаттасуды жөн көрдім. Сәлеметсіз бе, Найля Мерекеновна? Уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін көп рахмет. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз тәрбие жайлы. Өзіңіздің көп жылдық педагогикалық тәжірибеңізге сүйене отырып, тәрбие деген ұғымды қалай түсіндірер едіңіз? Қайырлы күн, Ясмина. Көп рахмет. Енді менің түсінігімде тәрбие бұл тек әдептілікке үйрету немесе жақсы мінезді қалыптастыру ғана емес. Тәрбие бұл баланың ішкі әлемін қалыптастыру, өмірлік бағдар беру. Егер де білім ақылға әсер етсе, тәрбие жүрекке әсер етеді деп ойлаймын. Енді менің тәжірибеме байқағаным, тәрбие мен алдымен үлгіден басталады. Бала айтқан сөзді емес, көрген әрекетті қабылдайды. Сондықтан мен ойлаймын, тәрбие бұл үлкендердің өмір салты, қарым-қатынасы және жауапкершілік. Ал енді біз тәрбие тал бесіктен басталады деп жатамыз. Ал қазіргі қоғамда тәрбиеге ең көп ықпал ететін кім деп ойлайсыз? Ұстаз ба, ата-ана, қоғам? Негізі, менің ойымша, тәрбиені негізі отбасында қаланады. Ата-ана ол баланың ең алғашқы ұстазы, ең алғашқы үлгісі. Сондықтан негізгі жауапкершілік ата-анада. Дегенмен, қазіргі заманда бала тек қана отбасы аясында өспейді ғой. Мектеп баланың тұлға ретіне қалыптасуына үлкен әсер ететін орта. Ал қоғам сол тәрбиенің айнасы. Сондықтан мен бұл үшеуін бір-бірінен бөле алмаймын. Мен былай айтар едім: ата-ана іргетас, мектеп бағыт беруші, ал қоғам сынақ алаңы деп айтар едім. Керемет. Енді өзіңіз білесіз, қазір цифрлы дәуір, әлеуметтік желілер, интернет дамып жатыр. Осы факторлар баланың тәрбиесіне қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Себебі қазіргі таңда балаларда телефонға деген тәуелділік сезіледі. Осы орайда мектеп қандай көмек көрсете алады? Жақсы, Ясмина, дұрыс айтасың. Интернет пен әлеуметтік желі бүгінгі шындық. Енді оны тіпті толықтай жоққа шығару дұрыс емес, өйткені интернетте, әлеуметтік желіде баланың ой өрісін кеңейтеді, ақпаратқа қолжетімділікті артады. Ал енді бақылаусыз, қадағалаусыз қолданған кезде әрине ол өзінің теріс әсерлерін көрсетеді. Мысалы, уақытты тиімсіз пайдалану, жалған құндылықтарды қабылдау, тіпті агрессия мен тәуелділікте болады. Енді бұл жерде мектептің рөлі тек қана білім берумен шектелмеу керек. Мысалы, бүгінгі күні біз балаларды сыни ойлауға, ақпаратты саралауға, сонымен қатар цифрлық мәдениетті қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сондықтан мына жерде мектептің рөлі тек қана тыйым салу емес, ал дұрыс бағдар беру мағыналы деп ойлаймын. Енді сіз агрессия жайлы айтып жатырсыз. Шынымен де ойлап қарасақ, қазіргі заманда қатыгездік бар. Сыйластық, құрмет азайып бара жатқан секілді көрінеді. Осының барлығы тәрбиеге келіп тіреледі деп ойлайсыз ба? Енді бұл құбылыс тек қана тәрбиенің әлсіреуінен деп айтуға дұрыс емес деп ойлаймын. Өмір өзгерді, өмірдің қарқыны да өзгерді, адамдар да өзгерді. Бірақ та енді сабырлылық, ақылдылық, құрмет деген ол бала кезінен қалыптасатын қасиеттер ғой. Сондықтан мен ойлаймын, мына жерде тәрбие ғана емес, рухани адамгершілік құндылықтар екінші орынға ысырылып кеткені ма деп ойлаймын. Егер де әр адам, мысалы, кез келген мәселеге, не болмаса бір кез келген әрекетке, жалпы өмірге рухани адамгершілік құндылықтардың призмасынан қараса, ол не? Ол сүйіспеншілік, ол ақиқат, ол қиянат жасамау, ол дұрыс әрекет, ол ішкі тыныштық. Сонда мен ойлаймын, бұндай құбылыстарда азаяды, тіпті жойылады деп ойлаймын.
Енді сұхбатымызды қорытындылай келіп, осы тәрбиеге қатысты ата-аналарға және жасөспірімдерге қандай өмірлік кеңес берер едіңіз? Енді мен жасөспірімдерге әрдайым айтып жүретінім, өздеріңіздің болашақтарына үлкен жауапкершілікпен қараңдар, немқұрайлы қарамаңдар. Бүгінгі әр іс-әрекеттеріңіз бұл болашақ өмірдің негізі. Сондықтан дамуға, содан кейін дұрыс таңдау жасауға, жақсы орта таңдауға, дұрыс құндылықтарды ұстануға іс-әрекет жасау керек. Ал енді ата-аналарға айтатыным, балаларға талап қане қоймай сенім білдіріңіздер, уақыттарыңызды бөліңіздер, тыңдаңыздар, түсінуге тырысыңыздар, құшақтаңыздар көбірек. Өйткені бала үшін ең жақсы әсер ететін нәрсе ол ата-ананың махаббаты мен ата-ананың қолдауы. Ал енді жалпы қорытындай келе, тәрбие ол бір күндік жұмыс емес қой, ол үздіксіз үдеріс. Егер де біз саналы, мейірімді ұрпақ тәрбиелей алсақ, онда қоғам да сол жаққа басын бұрады деп ойлаймын. Көп рахмет, Нәлия Берекенова. Бүгін біз тәрбиеге қатысты өте үлкен ауқымды мәселелерді қарастырдық. Сізге шығармашылық шабыт тілеймін. Рахмет. Көп рахмет Ясмина, көп рахмет өзіне де, тек қана алға.